Елімізде 2017 жылдан бері нәтижелі жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған еңбек мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асуда. Мақсат жұмыс күші тапшы аймақтарға халқы тығыз орналасқан өңірлерден еңбекке қабілетті азаматтарды тарту. Әлі күнге дейін өзегін жоғалтпаған мәселе бойынша Арыс қаласының халықты жұмыспен қамту орталығында ашық есік күні өтті. Бұл жолы арнайы Павлодар облысы Шарбақты ауданынан тиісті мамандар келіп қатысты. Олардың қатарында Шарбақты ауданына қарасты Галкин округінің әкімі Дәурен Нұрсейітов, Павлодар облысы Шарбақты ауданы халықты жұмыспен қамту орталығының директоры Гүлмира Смайылханова және Нұр Отан партиясы Арыс қалалық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Бақтығали Ділдәбеков те бар. Өзіміздің өлкемізге сіздер жақтардан осы халықты шақырып үгіттеп жүрміз. Біздер жаққа көшсе деген сондай ниетпен, сондай оймен келіп отырмыз. Жаңағы біздің еліміз Павлодар облысы Шарбақты ауданы өте керемет жер деп айтуға болады. Жаңағы біз жақтарда егін алқаптары, орман шаруашылығы, мал шаруашылығы жақсы дамыған. Сол жақтарға кісілерді алып жұмыспен қамтып, жаңағы жұмыс бере аламыз. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарлама аясында көшіп келген адамдарға қол жетімді, мысалы, несиелер беріледі, квоталар беріледі. Сонымен қатар бір жылдық үйді жалға алуға ақша беріледі. Ол адамның санына байланысты 42 мыңнан басталып 61 мың теңгеге дейін береді. Адамның санына байланысты. Сондықтан менің айтатыным, біздер жаққа келіңіздер, көшіп келіңіздер. Біздер жақтан мүмкіндік өте көп, жұмыс орны көп, еліміз тыныш, табиғатымыз зор. Енді бүкіл осы Арыс қаласының тұрғындарын, Арыс ауданының халқын біздің жаққа келуге шақырам. Мемлекеттік бағдарлама бойынша көшіп барған әр тұрғынға қол жетімді несиелер беріледі. Бағдарламаға қатысушыларға материалдық көмек ретінде жаңа тұрғылықты жерге келгеннен кейін әр отбасы мүшесіне бір рет 70 айлық есепті көрсеткіш, яғни 204.190 теңге мөлшерінде материалдық көмек беріледі. Және 12 ай бойы тұрғын үйді жалдау, коммуналдық қызметтерге төлеу үшін әр адамға 15 айлық, яғни 43.755 теңге мөлшерінде қаржы қарастырылған. Бұған қоса қоныс аударушыға қызметтік тұрғын үй немесе еңбекші жастар үшін жұмыспен қамту 20-20 жол картасы бағдарламасы шеңберінде салынған жатақханалардан бөлмелер алу. Қажет болған жағдайда техникалық және кәсіптік білім алу үшін оқуға, қысқа мерзімді кәсіптік курстарға қатысуға, жаңа тұрғылықты жерінде жұмысқа орналасуға, кәсіпкерлікті дамытуға мүмкіндік те бар. Ашық есік күні бүгін Арыс қаламызда өтеді. Ертең Ағдала Дермен ауылдық округтерінде, сонан соң Байырғым Жидел ауылдық округтерінде өтеді. Жалғасы табатын болады. Жалпы мақсаты өзіңіздеріңіз білесіздер, 1 қыркүйекте мемлекеттік басшы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жолдауында айтып өтті. Онда айтқан кезде еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру мақсатында солтүстіктен оңтүстікке көшетін азаматтарға төленетін жәрдемақылардың тек қана аудан қала әкімдіктері арқылы емес, басқа да төлемдерді қарастыру мақсатында жеңілдіктер жасау туралы айтты. Сондай-ақ өз бетінше бизнес ашып баратындарға тек қана жер телімдерін тұрғын үйге емес, ауыл шаруашылығы мақсатында жер телімдерін бөліп, оларға мемлекеттік қолдаулардың аясын кеңейту туралы айтты. Сондай-ақ біздің оңтүстіктің адамдарын жалдап атқан жұмыс берушілердің де өтемақыларын төлеу туралы айтты. Осы мақсатта жүзеге асыру мақсатында қазір ашық есік күндері өтіп жатыр. Ниет білдірушілер қазір келіп қалдаулар жүріп жатыр. Еңбек бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында жыл сайын жоспар бекітіліп, мемлекет қазынасынан қомақты қаржы бөлінеді. Биыл оңтүстік өңірлерден тағы 2500 адам теріскейге көшірілмек ниетте. Балауса Оспан, Жұмайым Абзбай, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.